Бұл роликте кейбір заправканың 95 бензині 110 октан көрсетті. 110. Ал кейбіреуінің 92 бензині 87 көрсетті. Заправка атауын ролик барысында көресіздер достар. Ассалаумағалейкум достар. Көпшіліктің сұранысымен Әл-Фараби даңғылының бойындағы компас заправкасына да келдік. Бұл жердің бензиндерін де тексеретін боламыз. Әзірге күтіп тұрмыз, пересменка болып жатыр. Ақыры келгеннен кейін сүймей қоймаймыз. Компас заправкасының 3 бензинін тексерейін деп тұрмыз. Компас 92. Бұл бірінші канистра. 95. Компас 98 бар екен бұл жердің. 98 компасы. Достар, қазір 3 бензинді тексереміз. Сосын айта кететінім, менің лично ешқандай да заправкаларға кегім немесе өшім немесе сақтап қалған ішімде ешқандай нем жоқ. Мен таза барлығы адал өзімнің сатып алған приборыммен тексеріп барлығын көрсететін боламын. Ал достар, жаңағы компас заправкамыздың 3 бірдей бензинін алып келдік. 3 бірдей болғанда қалай? 95, 92, 98 деген біздің аппаратымыз дайын. Так, ең алдымен 92-ден бастайықшы. 92 компастан бастаймыз. Жақындасаң? Видеоны жақындасаң? Стимулятор кигізіп алайын. 86 87 87 достар. 3 рет тексердім. Біріншісінде 96, екінші және үшінші попыткада бұл 87 көрсетті достар. Келесіде 95-ін тексерейік компасты. Және де айтам достар, мен ешқандай да заправкаларға өшім немесе ешқандай заправка мен сатып алған жоқ. Мен өзім жеке азамат ретінде тексеріп жатырмын барлығында. Өз ақшама барлығын сатып алып, өз ақшаммен тексеріп жүрмін бәрін. Опа, төгіл үстіне. Ровно 95 шығып тұр ғой. Әр қайсысына 3 проверкадан жасайық, шыққан қалай шығады. 95, 3-ші проверкасы, 95. Компас 95 шығып тұр. Компастың 98-і. Қазір осыдан кейін Газпром нефтің 100-ін тексереміз достар қазір. Келесі видеода көресіздер оны. Oyday. 102. 102. Üçüncü проверканы көрейік. 102. Ендігі кезек Высший по Аль-Фараби тұрған Газпром заправкамыздың бензинін тексереміз. 92 Газпром 95 бар екен. 95 Газпром. Так, 100. Кассаға төліп, тоғызға тексеретін боламыз. Газпром заправкасының 3 сатылымдағы бензиндерін тексерейін деп тұрмыз. Бұл жерде бізде Газпром 95, Газпром 100, Газпром 92. Так, 92-ден бастап тексереміз.
ақпаратты ашайық. Офис құрылғымыз, көпшілеріңіз комментарийлар барлықтарын оқыдым мен достар. Аппарат қандай, қайдан алдың деген сияқты сұрақтар болды. Аппараттың жақында сол қосамыз. Сексен жеті достарым. Газ 95-ті көрейік. Окей, достым. Ровно 95 шығып тұр. Үшінші проверкасын күтейік. Біз барлығында көбінесе 3 проверкадан тексеріп жатырмыз. Ровно 95. Так, келесі кезек 100. Газпром 100-ге. Бір неде 102 октан бар да, получается, октановый числосы. 102. 3 рет проверка болды. Достар, мінекей Газпромның 3 бірдей сатылымдағы бензиндерінің сапасын толықтай тексеріп шықтық. Сіздерден кері байланыс ретінде Қазақ арнаның дамуына атсалысып, лайк басып, қолдап кетіңіздер, және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Кім қандай заправкадан құяды. Және де бұл видеода сіз өзіңіздің көре алмаған заправкаңыз болса, мен мысалға білмеймін, кейбір заправкалардың аттарынша маған подписчиктер WhatsApp-қа жазып, досым мынаны тексерші, бауырым мынаны тексерші деп, маған осы жаңа Компас менен Газпромды айтты. Алдағы уақытта мынау қандай заправкалар тексерейін. Газпром 92, 95, 100, 95, 100, 92. Заправкасына келдік. Мұны жерде біз қазір 6 бензинді тексереміз. 6-ауын бірдей тексеретін боламыз. Бірге осында. Достар, жаңағы Эльф заправкамыздан 6 бензин алдық. Бұл жерде 92 Евро 5 бар, 92 қазақстанский бензин бар, 95 Евро 5 бар, 96 Евро 5, 98 Евро 5, және де 100 Евро 5 бар. Барлығын тексеретін боламыз достар. Мынау өзіміздің аппаратымызбен, құрылғымызбен. Так, ең алдымен Қазақстандық 92-ден бастайықшы. Қазақстандық 92-ден бастайын. Ал, кетті. Бисмилля. Сексен жеті. Бірінші проверка. 87 екіншісі. Ал үшінші проверкілерде 87 шығып тұр достар. Так, енді Евро 5. Евро 5 92-мізді тексереміз. Тоқсан сегіз. Ма! Почти 100 көрсетіп тұр ол. 98. 98. Бұның бағаларын барлығын
видеонун басында тұр. Бағалары ютубта тұр. Бұл ютуб осы ютуб екен ғой. Так, келесі тексеретініміз 95 евро 5 жаңағы эльф заправкасынікі. $110 не деген бензиндер мынау? 110. Точно ладалар құймай қойыңдар бұл. Клапанды өртейсіңдер. 110. 95 евро 5 эльф заправкасы. Бұндай результат күтпедім мен өзім лично. Өзім ойланып қалдым ғой, машинама құям ба, құймайым ба деп мынаны. Или подписчиктер арасында ойнатайын ба, достар? Так, келесі 96 евро 5 эльф заправкасының бензині. 110. 110. 110 көрсетті. 96 бензиніміз. Так, енді 98 эльф. Достар, қазақи арнаның дамуына ат салысып, лайк басып, тіркеліп кетеміз, және де достарымызға таратамыз. 90 неш бұл? 98 евро 5. 105. 105. 105. Так, енді 100-ді тексерейікші, 100-ді. Эльф заправкасының 100 бензиніне тексерейік ал. Кетті. 103. 103. 103. Достар, барлықтарын өлшеп көрдік. Итогын экранға шығаратын болам. Қай бензиніміз 92 қанша шықты, 195 қанша шықты, барлығын итогына экранға шығарып тұрмын. Өздеріңіз көріп, қайсысын құятындарыңызды өздеріңіз шешесіздер. Және де достар, қазақи арнаның дамуына ат салысып, лайк басып, тіркеліп кетіп, достарыңызға бөлісіп кетіңіздер. Олар да білсін қай жерде қандай сападағы бензин деген секілді. Мен лично өзім біреуге ат салысып, біреуге жақтаспаймын. Өзім үшін проверка жасап жатырмын. Ешкімге напрягым жоқ, былайша айтқанда. Мен пәлен деген заправкаға қадалып қалдым, мен сол түбіне жетем деген ондай ешқандай не жоқ. Сондықтан жаңағы негатив комментарийда сені пәлен заправка сатып алды, пәлен заправка үйтіп алды деген адамдарға айтайын, мен лично ешкім ақша төлемейді. Өзім жеке азамат ретінде, халық жанашыр ретінде мен сіздерге салып жатырмын. Арнаға тіркеліп кетіңіздер. Көп-көп рахмет сіздерге.